Ресей империясына менің қояр 10 претензиям. Бірінші, отарлау және даланың дербестігін жою. Ресей империясы далаға өркениет әкелуші ретінде емес, жаулап алушы экспансиялық күш ретінде келді. 18 ғасырдан бастап әскери бекіністер, саяси қысым және басқарылатын тәуелсіздік арқылы қазақ жүздерін біртіндеп бағындыру басталды. Мұның нәтижесі 1822-1824 жылдардағы хан билігінің жойылуы және қазақтардың өзіндік саяси жүйесінің бұзылуы болды. Дала дербес саяси кеңістік болудан қалып, империяның шеткі аймағына айналды. Екінші, жерді басып алу және бекініс шептерін салу. Орынбор, Омбы, Петропавл, Семей, Верный, Орал бұл бекіністер желісінің барлығы қорғаныс үшін емес, аумақты бақылау және отарлауды ілгерілету үшін салынды. Қазақтарды дәстүрлі жайылымдары мен сауда жолдарынан біртіндеп ығыстырды. Империя даланың кеңістігін, суы мен логистикасын қадам сайын өз қолына алды. Үшінші, қоныс аудару саясаты және демографиялық қысым. 19 ғасырдың екінші жартысында жаппай қоныс аудару саясаты басталды. Миллиондаған гектар ең шұрайлы жерлер Ресей мен Украинаның орталық губернияларынан келген қоныс аударушыларға берілді. Қазақтарды шаруашылыққа қолайсыз аймақтарға ығыстырып, солардың дәстүрлі шаруашылық үлгісін күйретті. Бұл аумақты метрополияның пайдасына ауыстыру және қайта бөлу сияқты классикалық отарлық механизм болатын. Төртінші, көтерілістерді басып жаншу және әскери зорлық-зомбылық. Қарсылық көрсетудің кез келген әрекеті күшпен басып жаншылды. Сырым Датұлы Исатай Тайманұлы мен Махамбет, Кенесары Қасымұлы бастаған көтерілістердің барлығы жазалау операцияларымен аяқталды. Әсіресе қазақ мемлекеттілігін сақтап қалудың соңғы талпынысы болған Кенесары қозғалысының жойылуы өте айқын мысал. Империя даладағы тәуелсіз күш орталығының ишаратына да төзбеді. 5. Орыстандыру және жергілікті элитаны ығыстыру. Империялық саясат халықтан қол үзіп, отарлық вертикальға біріктірілген билікке адал әкімшілік қабатын біртіндеп қалыптастырды. Орыс тілі мансап пен билік тіліне айналды, ал дәстүрлі қазақ элитасы не маргиналданды, не өзінің саяси дербестігінен бас тарту арқылы империялық жүйеге сіңіп кетті. 6. Шикізат көзіне айналған экономика. Қазақстан империя құрамына шикізат, мал және транзиттік ресурстардың көзі ретінде кіріктірілді. Инфрақұрылым жергілікті халықтың игілігі үшін емес, ресурстарды тасымалдауға және әскери бақылау орнатуға ыңғайлы болу үшін дамытылды. Бұл шеткі аймақ орталыққа қызмет ететін және өзінің өндірістік негізін қалыптастыра алмайтын отарлық экономика моделі еді. 7. Дәстүрлі өмір салтын бұзу. Империя көшпелі өркениетті түсінбеді және түсінуге тырыспады да. Әкімшілік бөлініс, салықтар, көші-қонға қойылған шектеулер және ру тайпалық құрылымға араласу ғасырлар бойы даланың аман қалуын қамтамасыз еткен жүйені біртіндеп жойды. Қазақ қоғамын жат басқару және шаруашылық моделіне күштеп енгізді. 8. Тарих пен қазақ бейнесін бұрмалау. Империялық тарихнама қазақтардың бейнесін сырттан басқаруды қажет ететін жабайы дала ретінде қалыптастырды. Бұл отарлауды идеологиялық тұрғыдан ақтау болатын. Қазақ хандығының мемлекеттік дәстүрлері, дипломатиясы, әскери ұйымдастырылуы және даланың еуразиялық тарихындағы рөлі елеусіз қалды. Өзіндік саяси мәдениеті бар халық саналы түрде кемшін шекті аймақ ретінде көрсетілді. 9. Ұлттық сананы жаншу. Саяси оянудың кез келген түрі қауіп ретінде қабылданды. Империяның кейінгі кезеңінде ұлттық зиялы қауымға және автономия үшін қозғалысқа қысым күшейді. Қазақтарға этнография ретінде қалуға рұқсат етілді, бірақ саяси ұлт болуға емес. Империя фольклорға жол берді, бірақ саяси дербестікке жол бермеді. 10. Тәуелділік мұрасы. Ресей империясы кейінірек кеңес кезеңінде жалғасын тапқан тәуелділіктің іргетасын қалады. Экономиканың шикізатқа бағытталуы, демографиялық қысым, тілдік теңсіздік, шешім қабылдайтын сыртқы орталықтың үстемдігі. Қазіргі Қазақстанның көптеген мәселелері өтпелі кезеңнің кездейсоқтығы емес, сонау империя дәуірінен басталған
ұзақ отарлық модельдің салдары.